қазақ елі біз соншалықты аш жүрміз ба? Кеше мұны көрдіңіздер, Ақтөбеде тегін әшейін дөнер таратқан адамдар бір-бірін таптап өлтіруге дейін барып жатыр. Баяғыда 90 жылдар не болды? Жоқшылықтың кезі болатын. Нанға очередьке тұратынбыз. Анау нан таситын машинаны күтіп, сол кезде бізде тәртіпті болдық. Әркім өзінің сөзі санаулы 2 булкадан 3 булкадан нанымызды алып беретін. Бүткіл семья жейтін. Ал бұл жерде бір дөнерге бола адамдар, егерде талпаның ішінде басын сұғып, болмаса құлап қалған болса, оны ешкім көтере алмайды. Арғы адамдар үстінен басып өлтіріп кетуі мүмкін. Бұл жерде бала болуы мүмкін. Кішкентай балалар болуы мүмкін. Сондықтан біздің пейіліміз жаман болып бара жатыр ма? Орысша айтады ғой, бесплатно даже соль сладкий дейді.